Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгінгі обзорымызда телекинез фильмі. Бұл сөздің тікелей аудармасы болмағандықтан телекинез деп атай беруді жөн көрдім. Басты рөлде менің сүйікті актрисам Хлоя Грейс Моррис ойнайды. Бұл Стивен Кингтің романының желісімен түсірілген 4-ші ремейк. Сонымен әйел кісі босану барысында қиналып айғайлап жатады. Ол роддомда емес, үйінде еді. Бұл әйел діншіл болғандықтан роддомға бармаған. Бұл азапты сынақ деп ойлап Құдайдан көмек сұрайды. Сосын ол туады. Сәбиді өлтірмек болады, бірақ соңғы сәтте тірі қалдыруды ұйғарады. Кейінгі кадр бассейндегі волейбол ойынынан басталады. Біз осында кейіпкеріміз Керримен танысамыз. Ол ешкіммен араласа алмайтын, бірде-бір құрбысы жоқ, өте жуас қыз екені бірден байқалады. Ойын барысында оның алдына доп келіп түсті. Сыныптастары допты ұруды сұрады, бірақ Керри Сабақтан кейін Керри жуыну бөлмесіне барады, бірақ аяқ асты оның етеккірі кеп қалады, ал ол етеккір не екенін білмейтін. Все испачкала. Пожалуйста. Нет, стой там, не приближайся. Идите, я провестику. Ал сыныптастары оның үстінен күліп, тампондарды лақтыра бастайды. Тіпті бір қыз оны видеоға түсіріп алады. Алайда мұғалімі мисс Дезардин уақытылы кеп қалады. Тихо, Керри! Успокойся! Сөйтіп мұғалім Керриді директордың бөлмесіне алып барады. Директор бұған таң қалады. Может, ну как их? Как кто? Крис Харгинсон и ее компания. Директор оқиға жайлы анасына айту керек деп шешеді. Мы позвоним твоей маме. Что? Нет. Послушай, у нас нет выбора, мы должны все... Нәтижесінде оны мектептен анасы алып кетеді. Ол өте діншіл, адам денесіндегі табиғи құбылыстарды да үлкен күнә деп есептейтін болатын. Мама! Значит, теперь ты женщина. Я не грешила. Ты ходила в душ, как все прочие девушки. Будь она безгрешна, на нее не пало бы проклятие крови, как оно пало на Еву. Но ведь я не Ева, мама. Ол қызы күнә іс жасаған кезде бала кезінен тар бөлмеге қамап, Библияның сүрелерін оқуға күштейтін. Моли Господа о прощении. Біраз уақыт өткен соң анасы Керриді келіп оятады. Оған жақсы сөздер айтып еркелетеді. Я тебя люблю. Я тебя тоже, мама. Осы кезде Сью істеген ісі үшін қатты өкініп жатқанын айтады. Оның жігітінің аты Томми еді. Я сегодня большую глупость совершила. Ты не в ответе за то, что творит Крис. Да, но и я в этом участвовала. Бұл уақытта Крис вообще охуела. Ол түсірген бейне таспаны желіге жүктемекші еді. Видео запостить надо. Кэрри Уайт. Кровавая Мэри. Выпускнойға дейін аз ғана уақыт қалған. Мисс Дезардин оқушыларға тоқтамай жүгіруді бұйырады. Егер бұйрық орындалмаса, выпускнойға ешкім бармайды. Наверное, вы уже шили себе платье. И что прикрепишь, бутоньерку? Или окровавленную прокладку на его пиджак? Благодаря мисс Харгинсон вам обеспечен бег до изнеможения. Бұл Керриге істегендері үшін жаза еді. Сабақ дерлік аяқталған еді, бірақ Крис атты қыз мұғалімге қарсы шығады. Пошла к черту! Я больше ни метра не пробегу из-за того, что придурочная Кэрри Уайт протекла. Ты свободна, и выпускного тебе не видать. Сосын оны қуып жібереді. Ол құрбыларынан қолдау күтіп еді, ешкім оған болыспады. Ал Керри әжетханаға кіріп, раковинаның алдына барады. Ондағы айна өздігінен сынып кетеді. Керри өзінде ерекше қасиет бар екенін сезеді. Сөйтіп қасиетін пайдаланып сынықтарды көтереді. Сол кезде басқа қыз оның ойын бөліп жібереді. Керри кітапханаға аттанады, компьютерге отырады. Ол интернеттен телекинездер жайлы іздей бастайды. Ол ойымен тек айнаны емес, кез келген затты өздігінен қозғалта алатын. Оның ойын мұғалім бөліп жібереді. Керриден тақтаға шығып өлең оқып беруді сұрайды. Ал мұғалім оның үстінен күледі. Ты прочтешь свое любимое стихотворение? Время уносит того, кем я был и вот кем я стал. Самое долгое твое выступление за весь год. Прочтешь что-то еще или больше не будешь нас пугать? Козел.
Простите, мистер Росс. Вы что-то сказали? Я сказал клево. Кейінгі кадрда Томми атты қыздың анасы тігін шеберханасына келеді. Керридің анасы Маргарет осында жұмыс істейтін. Кто-нибудь работает? Ол қызына арналған көйлекті алып кетуге келген. Сөз арасында Керримен болған жағдайға байланысты қызы үшін кешірім сұрайды, ал Маргарет қолына пышақ алып байқатпай өзінің санын тіле бастайды. Помню свой выпускной бал. Думаю, она будет счастлива. Безбожные настали времена. Ал директордың кабинетінде Крис әкесімен бірге выпускныйға қатысу үшін рұқсат сұрайды. Әкесінің аты Бен еді. Ол қызына сенетін. Моя дочь сказала, что она ни при чем. Не вижу повода лишать ее выпускного. Есть видеозапись этого происшествия. Давайте проверим ее телефон, и если там ничего нет, она пойдет на выпускной. Я не дам им свой телефон. Дай им этот чертов телефон. Ни за что. Сосын Кристің құрбылары да выпускныйға қатысу үшін одан бас тартады. Кейінгі кадрда Керри бөлмесінде отырып телекинезді тәжірибеден өткізіп отырады. Ол бірнеше затты бір мезетте орнынан қозғалта алуды үйренеді. Бұл оған ұнайды, алайда аяқ асты анасы бір нәрсені сезіктеніп кеп қалады. Ертесі күні Сью жігітінен Керриді выпускныйға шақыруын сұрайды. Ол айыбын осылай жумақшы еді. Томми басында қарсы болады, бірақ бәрібір қыз оны көндіреді. Пригласи Керри Уайт на выпускной. Я хочу искупить свою вину. После того, что мы сделали, я должна что-то предпринять. Томмидің өтінішінен соң жігіт Керриді тауып оған ұсыныс жасайды, ал Керри мұны кезекті прикол деп ойлап кетіп қалады. Жалғыз өзі киім ауыстыру бөлмесінде жылап отырады. Осы арада мисс Дезардин келіп оны жұбатады. Мүмкін жігіт шынымен выпускныйға сенімен барғысы келетін шығар деп айтады. Сөйтіп оны әдемісің деп еркелетіп, оны сәндеуге кіріседі. Ал жігіт артқа қайтқан жоқ. Ол Керридің үйіне келіп, иә деп жауап бересін деп тұрып алады. Керри ақыры келіседі. 11-м надо вернуться. Бірақ бір шартпен, оны дәл түнгі 10:30-де үйіне әкеліп тастауы керек еді. Ол дүкеннен көйлек тігу үшін мата алып келеді. Алайда анасы выпускныйға баруына қарсы болады. Голые руки. Бесстыдница. Ходишь в таком виде по улице. Нет, мам. Анасы жігіттерді иттің етінен де қатты жек көретін. Парни, после первой крови они идут на запах, принюхиваются, как поганые псы. Сейчас же в чулан и молись. Больше не пойду, мама! Я пойду на бал. В нее вселился дьявол. Никакой не дьявол, мама. На свете много людей, которые тоже могут такое делать. Түнгі уақыт Крис жігітімен фермаға келеді. Олар кек алу үшін бір жоспар ойластырған. Олар шошқалардың қорасына кіріп, біреуін өлтіреді де қанын ыдысқа құйып алады. Сью бұл уақытта өзінің жүкті екенін біліп қалады. Барлығы қоштасу кешіне дайындалып жатты. Ал Маргарет Керридің көйлегін алып қойғысы келген. Сними это платье, Кэрри. И мы сожжем его вместе. Он не придет. Они снова только посмеются над тобой. Еще не поздно. Ты должна покаяться. Видишь, мама? Томми Керридің анасының дауысын естпеуі үшін Маргаретті қамап қояды. Мама, ты не скажешь ни слова, пока я не уйду. Керри жігітпен балға келеді. Айта кетейін, Хлоя Морец өзінің қаншалықты мықты актриса екенін осында көрсеткен. Томми Сьюға бәрі жақсы деп жазады. Сосын Керриді вальс билеуге шақырады. Ал Керри бұған дейін билеп көрмеген еді. Жігіт Керриге билеуді үйретеді. Екеуі де бақытты болып көрінетін. Араларында махаббат ұшқыны пайда болғандай. Осы уақытта Маргарет бөлмеден шығуға тырысып жатты. Ал мектепте балдың патшасы мен падишасы болатын жұптарға дауыс беру уақыты келеді. Ал Крис пен жігіті мектепке жасырын кіріп келеді. Бұл уақытта Керри мен Томми өздеріне дауыс беріп жатты. Перевесом в один голос победили Томми Росс и Керри Уайт! Твоя подруга хорошо выглядит, но это ненадолго. Эй, в чем дело? Давай, ну, ты справишься. Крис? Сью?
Крис қанды төгіп жіберді. Барлығы оның үстінен күле бастады. Үлкен экранда оның позор болған сәтін көрсете бастады. Мисс Дезардин Керриге көмектеспекші болды, бірақ Керри оны итеріп жіберді. Вот она психанула. Бұдан кейін Керри қатты жынданып, оқушылардың бәрін жел ұшырғандай лақтырып жібереді. Залдың ішінде хаос орнады. Осы арада екі адам өліп те үлгерді. Керри токтың кәбілдерін үзіп, үстінен күлгендерді біртіндеп жазалай бастады. Ал Крис жігітімен көлікке отырып қашып кетті. Оны байқаған Керри олардың артынан жүреді. Керри трассаны ортасынан екіге қақ жара салды. Енді алға жол жоқ. Артына бұрылғанда Керри күтіп тұр еді. Олар Керриді басып өлтірмекші болды, бірақ телекинезге қарсы тұру мүмкін емес еді. Дави ее, Билли! Дави ее! Дави! Керри бірден үйіне қайтты. Ваннаға кіріп, қанды жуады, таза киім киеді, сөйтіп анасын көреді. Мама, ты была права. Все смеялись надо мной. Веков! Мама! И ты должна убивать его. Еще раз. Анасы Керриге қарсы ештеңе істей алмайды. Керри анасын тар бөлменің есігіне пышақтармен іліп қояды. Сәлден соң ол не істеп қойғанын түсініп, анасын босатады, бірақ кеш болған. Маргарет Керридің қолында жан тапсырады. Сол кезде Сью кеп қалады. Керриге көмектеспекші болады. Это девочка. Иди! Бұдан кейін Сьюді қорқынышты түстер қинай бастайды. Ол жүкті еді. Ол тағы бір Керриді өмірге әкелуі мүмкін еді. Проснись, милая. Все позади, малышка, все позади. Бұл фильм жайлы өз ойында айтар болсам, фильм фантастика болғандықтан фантастика фильмдерде кез келген жағдай болуы мүмкін. Аздап кемшіліктерді де байқадым, бірақ оны айтып отырудың қажеті жоқ деп есептеймін. Сондықтан қай жерінде кемшіліктер бар, қай жерінде артықшылықтар бар, өздеріңіз комментарийде қалдырады деп ойлаймын. Ролик ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, каналды жоғалтпас үшін тіркеліп отырыңыздар. Жаман кинолар сіздерді айналып өтсін деп тілеп қаламыз. Келесі кездескенше аман сау болайық. Веди себя хорошо. Никаких уроков. Смотри порнуху.